Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біз кешкі жасаймыз, яғни қытырлақ нан. Ол үшін бізге нан қажет, жартылан алсаңыздар болады. Мынау бізде кешегі нан. Және мынадай кептірілген сарымсақ дүкенде сатылады. Бұндай болмаса, кәдімгі чеснок, кәдімгі сарымсақ алсаңыздар болады. Тұз қажет және өсімдік майы. Ең бірінші біз нанды ұсақтап кесіп аламыз. Туралған нанды противенге саламыз. Енді біз оны 5 минутқа 160 градусқа қыздырылған духовкаға саламыз. Небәрі 5 минутта қарап тұрып алып шығуымыз керек. Біз нанымызды духовкаға салып қойдық 5 минутқа. Ол дайын болғанша біз мынадай қоспа жасаймыз. Ыдысқа 4-5 қасық, ас қасық өсімдік майын құямыз. Бір шай қасық тұз саламыз. Және мынадай кептірілген сарымсақтың, бұндай кептірілген сарымсақ болмаса, кәдімгі сарымсақты езіп алып, бір ас қасығын, мен мұнда бір ас қасығын салам. Негізі, енді ол сіздердің өздеріңізге байланысты. Көбірек саласыздар ма, аз саласыздар ма? Мен бір ас қасығын салам. Ал андай чесноктың жаңа 3-4-ін салуға болады езіп. Енді осыны араластырамыз. Осындай қоспа дайындап аламыз. Мен нанымды духовкада 5 минут ұстап алып шықтым. Енді мына дайын болған қоспаны мынадай таза пакетке саламын. Және оның үстіне нанды салам. Нанымды дорбаға салдым. Енді пакеттің аузын байлап, жақсылап ішіндегі қоспамен нанды араластырамын. Нанды араластырып болдым. Енді оны қайтып алып шығып, противенге саламын. Енді нанды духовкаға саламыз, яғни 160 градуске қыздырылды біздің духовкамыз. Нанды 15-20 минут ұстаймыз духовкада. Күйіп кетпесін, қарап тұрыңыздар. Міне 20 минут уақытымыз өтті. Мен қарап тұрып күйіп кетпесін деп, шамалы қызартып, мынадай келешке жасадым. Бұны балалар өте жақсы көреді, чипсыдан кейін әрине, дүкеннің зиян чипсы келешкісін алғаннан өздеріңіз балаларыңызға қолдан пісіріп берсеңіздер болады. Бұны салатқа да қоссаңыздар болады, яғни чесноктың орнына басқа да дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Томатпен немесе жаңа хмели сунели сияқты. Біздің келешкіміз қытырлақ дәмді болып шықты. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.